Омар? Аш есікті, Омар. Помещение босат, немесе ақшаны бер. Сен мен басқаша сөйлесем. Менің есімім Омар. Мен жай ғана бапкермін. Иә, кезінде ММА-дан, грек-рим күресінен біраз жетістікке жетуге болатын еді. Бірақ бұл өмір ешкімді аямайды. Омар, маған мұндай өмір керек жоқ. Үйге келмейсің, баланың аяқ киімі жоқ, жейтін тамағымыз жоқ. Біз саған керек емес екенбіз. Мен кетем. Алло, Ақбар? Маған көмек керек еді. Жағдай сол, айтқандағыдай. Қатты өзгеріс жоқ. Балаларды жарысқа шығарайын десем, оған да мүмкіндік болмай. Үйде анау мәселе, ана айтқандай. Арендатор тете келіп, күнде ақшасын сұрап қылқылдай береді. Өзім көмектесем деп келген тұрым ғой. Өздеріңде үлкейіп жатқан сияқтысыңдар ғой, кеңейіп, офистарың үлкейіп. Өзің білесің ғой, бізде Қазақстандағы ең үлкен өндіріс спорт тағамдарынан. Талай чемпиондарды дайындап шығардық. Асан қарасам, что-то сен қатты әлсіреп қалыпсың. Бұрынғы формаң жоқ. Омар, мен саған ақша бергенмен бұл ештеңе шешпейді. Сен өзің өзгеру керексің. Биік мақсат қою керексің. Давай былай жасайық. Олжас, протеин мен амино бустер алып келші. Мынау саған бастапқы дайындыққа. Сен осыларды іш, форманы жина, дайындау. Ары қарай көре жатармыз. Жақсы ма? Жоқ, ниетіңе рахмет әрине, бірақ мен спорт бет алуға келген жоқпын ғой сені. Мәселені түсіндіріп тұрмын. Дос болғаннан кейін бір көмектеседі ма деген ғой. Қойшы жарайды, осыңа да рахмет.